Сәлеметсіздер ме, марафон қатысушылары, аналар. Бүгін біз сіздермен жалпы үй жағдайында түсінік қалыптастыру алгоритмін үйренетін боламыз. Кез келген терапевт болсын, логопед болсын, дефектолог болсын, баламен жұмыс жасау барысында, нәтиже шығару барысында белгілі бір алгоритмді қолданады. Алгоритмсіз ешкім жұмыс жасай алмайды. Яғни түсінігі әлі толықтай қалыптаспаған балаға біз сиырды, қойды немесе заттарды үйрете алмаймыз. Ең бірінші біз не істейміз? Ең бірінші біз белгілі бір заңдылықты сақтанамыз. Егер сіздің балаңыз мүлдем заттарға қарамайды, команданы орындамайды, тапсырмаларды орындамайды, атына қарамайтын болса, осы алгоритм бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Бірінші алгоритмді түсініп аламыз, сосын практикалық сабақтар есебінде мен сіздерге видео сабақтарды тағы да алдағы уақытта салатын боламын. Ертең осы сабақтың видеосын және ары қарай байланыстырып сөйлеу тілін дамыту солай жалғастыра беретін боламыз. Барлығында белгілі бір алгоритмдер болады. Ал кеттік. Жалпы баланың сөйлеу тілі түсіну арқылы дамиды. Біздің екі миымыз бар. Оң жақ және сол жақ жарты шар. Егер баланың броко және вернике аймақтары бар. Егер біздің миымыздағы вернике аймағы бұзылатын болса, онда баланың түсінігі бұзылады. Түсінік деген не? Түсінік дегеніміз ол сенсорика. Түсінігі бұзылған бала атына қарамаса, команданы толық орындамаса, бала звуктарды, дыбыстарды ажырата алмаса, бала белгілі бір көрген картиналарды, суреттерді анализировать ете алмайтын болса, ол не үшін, қайда, қалай, қайда өмір сүреді, жауап бере алмайтын болса, біз балада сенсорика бұзылған деп нақты айта алатын боламыз. Жалпы сенсорны бұзылыстарға арналған тағы да сіздерге сабақ арналады. Жалпы біліңіздер, сіздердің балаларыңыздың сенсорикасы бұзылған болып саналады. Енді сенсорика бұзылған дегеніміз не? Сенсорика бұзылған ол ең бірінші адам өмірге дүниеге келгеннен бастап не істейді? Олар атына, звуктарға, дыбыстарға қарап бастайды. Ал енді бала атына қарамаса, команда мүлдем орындамаса, мына ретлік бойынша баланы түзетеміз. Прям дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, күнделіктеріңізге. Ең бірінші біз баладағы реакцияны қалыптастырамыз. Реакция деген не? Реакция дегеніміз бала атын айтқанда қарауы, команданы орын айтқан кезде жүгіріп баруы, сол команданы алып кел деген затты алып келуі, сол затты тауып алуы. Мына заттардың ішінен мысықты тауып ал десе, бала тауып алу керек. Одан кейінгісі ең бірінші бала осы біздің бұл бар екен бөлмеде, апай бар екен, мама бар екен, мама маған сөйлеп жатыр екен деген секілді баланың реакциясы. Біз алдыңғы сабақта сіздермен реакцияны тексеру дегенді үйренген болатынбыз. Реакцияны тексеру барысында біз нені үйрендік? Ең бірінші біз сіздермен бала бер десем сізге бұрылып қарай ма? Қолын соза ма? Кез келген затты бере ме? Немесе балаға қолыңыз созып тұрған кезде сізге кез келген затты бере ма? Ол не важно, ол жерде мысық, сиыр, қой ажырата ма, ажыратпай ма? Ең бірінші баланы біз өзімізге қаратып алу керекпіз. Атына қарауы, команда айтқанда қарап, мама, мен саған қарап тұрмын, сенің маған айтып тұрғаныңды түсініп тұрмын, бірақ сенің не сұрап тұрғаныңды түсініп тұрған жоқпын деген балада реакция болу керек. Ал егер сіз атын айтып жатырсыз, ол мүлдем қарамайтын болса, онда реакция 80%-ға нақты бұзылған деп айта аламыз. Реакциядан кейін не? Реакциядан кейін имитация. Имитация дегеніміз не? Имитация дегеніміз бірге бір қайталау деген сөз. Сіз қолыңызды көтерсеңіз, бала да қолын көтеру керек. Сіз машинаны жүз деп жүргізсеңіз, бала да жүз деп жүргізу керек. Білесіздер ма? Негізі имитация балаларда кәдімгі автоматты түрде қалыптасады. Мысалы, сіздің балаңызда реакция мүлдем жоқ деп біз айта алмаймыз. Реакция, егер ол су ішіп барып стакандағы суды ішетін болса, значит ол реакция. Имитациясы жақсы. Неге? Себебі ол сіздің су ішкеніңізді көрді, ол солай су ішу керектігін біледі. Орындық тұр, орындыққа барып егер өзі отырып алатын болса, значит баланың имитациясы жақсы. Ары қарай оны дамытуға болады. Имитация. Мен сияқты шапалақта десеңіз, бала сіз сияқты шапалақтайды. Немесе мен сияқты осыны бала қайталай аламын. Мен сияқты секір. Мен сияқты жаса. Жасай ала ма? Жасай алмай ма? Соның барлығы осы имитацияның қалыптаспағандығына байланысты. Егер сіздің балаңыз атына қарайды, командаларды орындайды,
бірақ бірге бір қайталамайтын болса, сөзді айт десең айтпайтын болса, значит сіздің балаңыздың реакциясы жақсы, бірақ имитациясы бұзылған. Бағытталған сөзді түсіну. Көбінесе балаларға, мысалы, біздер диас, алып келші, диас дегенде қарайды да, бірақ алып келші деген күрделі сөз тіркестерін бала түсінбей қалуы мүмкін. Енді бағытталған сөзді түсінумен жұмыс жасаймыз. Командаларды орындау, зат атауларын сосын барып үйретеміз, сосын барып заттарды ажыратуды үйретеміз. Пока бала еш нәрсеге реакция бермейтін болса, ең бірінші реакциямен жұмыс жасап бастаймыз. Ең бірінші реакция қалыптастыру. Реакция қалыптастыруға мен сіздерге арналған 8 түрлі ойындарды беретін боламын. Сол ойындарды қарап ішінен таңдап алатын боласыздар. Бірақ реакцияны ең бірінші түсініп алайық. Реакция қалыптастыру дегеніміз не? Ең бірінші, бала ересек адамның әрекетіне жауап беруді үйренеді. Баланың миында әрекет, жауап, мадақтау байланысы қалыптасады. Реакцияны арттыруға қандай 15 ойындар бар? Баланы алдымызға отырғызамыз, сосын не істейміз? Балаға допты жоғары лақтырып қаламыз. Бала не істейді? Допты шошып кетуі мүмкін, допқа қарауы мүмкін. Біздің басты мәселеміз баланың бізге беретін жауабы ол доп деп айту, сөзбен қайталату емес. Жай ғана баланы өзімізге қарату. Қол соғамыз, бала қайталайды. Егер қайталамайтын болса да, ол сізге қарай қарау керек болады. Привет, привет, привет деп жан-жақтан привет деп айту. Қашан бала сізді көріп, қолын бұлғағанша. Допты бер, алу, машинаны жүргізу, қорапты аш. Егер ол нәрселерге бала жұмыс жасамайтын, қарамайтын болса, біз не істейміз? Балаға түрлі фонариктермен жұмыс жасаймыз. Яғни баланың көзіне, бетіне фонарик түсіреміз де не істейміз? Сосын фонарик түсіргеннен кейін бала біздің бетімізге қараса, көзімізбен фиксировать етеміз. Артынан ойындардан көресіздер. Көз маңдайымызға немесе көзімізге үлкен очки кигіземіз. Бала біздің көзімізге қараған кезде мы сначала не істейміз? Мы фиксируем, көзбен фиксировать етеміз. Яғни баланың мен бармын, мен саған қазір команда айтамын, маған қара дегенін қалыптастыру керекпіз. Ол бірден қалыптасып кетпейді. Ол жаймен қалыптасады. Диас, допты жаймен балаға жіберіп қаламыз. Атты лақтырмаймыз, балаға жіберіп қаламыз. Диас, әртүрлі ракурстан. Диас, әртүрлі ракурстан. Одан кейінгі ары қарай бізде имитация. Имитация қалай жүзеге асады? Имитация дегеніміз қайталау. Яғни еліктеуі баланы. Егер бала сізге еліктемейтін болса, біз балаға артық дүниелерді үйрете алмаймыз. Просто үйрете алмаймыз. Өйткені имитация біз үшін өте маңызды. Баланың имитировать етуі, бірге бір қайталауы өте маңызды. Егер сіздің балаңыз еш нәрсе қайталамайтын болса, кәдімгі біз балаға физикалық тұрғыда көмек береміз. Баланың қолын ұстаймыз да бірге 1-2 деп санап қайталатқызамыз. Сосын қолмен 1-2 деп қайталатқызамыз. Тағы да 1-2 деп қайталатқызамыз. Яғни балаға мен саған көрсетсем, сен менімен бірге қайтала деген ұғымды түсіндіретін боламыз. Немесе қандай? Қол соғу, дай 5, 5 беру. Қол бұлғау, привет. Саусақпен үстелді соғу. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Немесе алақанмен үстелді соғу. 1, 2. Бірінші көрсетеміз, сосын бала жасамаса, баланың қолын аламыз да қайталатамыз. Білесіздер ме? Осы имитацияның қарапайым мына 15 жаттығуын біз балаға жасататын болсақ, балаға біз ертең кез келген жаттығуды бізбен бірге қайталауына үйрете алатын боламыз. Аяқты топылдату, қолды жоғары көтеру, ойыншықты қозғау, машинаны жүргізу, мен сияқты қуыршаққа тамақ бер реттілігін мен сіздерге практика барысында көрсететін боламын. Әзірге бізде имитацияға арналған ойындар осы. Одан кейінгі кезең бағытталған сөзді түсіну кезеңі. Біз балаға бер, затты береді, сосын ал, затты алады. Бер, ал деген сөздерді, етістіктерді қайталату. Балаға бір етістікті қайталатқыңыз келсе, 32 рет болсын, бір күнде как минимум қайталатасыздар. 32 рет қайталатпадыңыздар ма,
онда ол бекітілмейді. Ол бекітілмейді. Имитация. Давай бірге жасаймыз. Топ, бірге жасаймыз. Топ, топ, аяқпен. Топ, топ. Бала жасамайды ма сізбен бірге, значит, оны бірге жасатқызып үйретеміз. Егер бала қарсыласып, жатып алатын, жылайтын болса, таймер қойып қоямыз. Алдыңғы сабақта айттық. Таймермен 2 минутқа, 1 минутқа қойып үйретеміз. Таймер бірге жүреді. Егер сіздің балаңыз таймерге, осы 32 реттен жасауға үйренетін болса, бір күнде 32 рет, бір мезгілде емес. Бір күнге бөлесіздер. Таңертең 5 рет жасатқызасыздар, түсте 5 рет, жайрақ 5 рет, түнде жатар алдында 5 рет деген сияқты сөйтіп бөліп тастайсыздар міндетті түрде. Одан кейінгісі бағытталған сөз түсіну. Ал, бер. Ал, берді сосын барып үйретесіздер. Ал, бер, сал. Ал, бер, сал. Бер. Тек қана бер деген етістіктің өзін бір күн 32 рет үйретуге болады. Солай 3 күн, 5 күн үйретуге болады. Түсінігі қалыптаспаған бала болса 5 күн үйретесіздер. Бер дегенде қашан на автомате ол беріп бастайды, соған дейін. Егер сол базовый осы біздер жаттығуларды балаға үйретіп алатын болсақ, ары қарай сіз балаға кез келген етістіктерді үйрете алатын боласыздар. Тіптен балаңыз түстерді, заттарды меңгеріп бастайды. Одан кейінгі міне бастапқы маңызды қажетті сөздер: бер, ал, аш, жап, кел, тұр, отыр, қой, көрсет, алып бер, жат, қара, таста, жина. Команда орындауды үйрету алгоритмі. Бір команда, мысалы, бер, бір зат. Допты бер. Қолмен көмектесеміз. Өзіңіздің қолыңызға аласыз. Мысалы, телефонды бер. Өзіңіздің қолыңызға, ма баланың қолы, баланың қолын алып, өзіңіздің қолыңызға беруге үйретеміз. Солай үйдегі барлық заттарды бергізіп шығатын боламыз. Допты бер, қойды бер, қасықты бер, басқа нәрсені бер, қолыңызбен күтіп тұрасыз, сосын бермесе қайтадан қолмен физически балаға көмектесетін боламыз. Бұны закрепление деп атайды. Бұны кәдімгі сіздер ақша төлеп, бәленбай мың теңге беріп жүрген EBA терапевттер осы алгоритмдерді қолданады. Нақты қатып қалған алгоритмдер. Мына нәрселер егер имитация, мен жоқ жасамай, маған сразу берді үйретейінші десеңіздер, ол нәтижесін бермейді, немесе өте ұзақ уақыттарыңыз босқа кетеді. Бала атына қарамаса, немесе атына қарамай, бірақ командаларға қарайтындай болу керек. Хотя бы сіздің бар екеніңізді көруі қажет болады. Төртінші кезең. Заттардың атауларын үйрену. Міне осы кезде біз балаға үйретеміз. Мынау доп. Мынау доп. Доп қайсысы? Көрсет. Доп. Бұл не? Доп. Бір рет балаға үйретіп, 10 рет сұраудың қажеті жоқ. 10 рет үйретіп, 1 рет сұрауымыз керекпіз. Ерінбейміз. Мынау доп, доп, доп. Қайсы доп? Міне доп. Доп қайда? Міне доп. Доп қайда? Міне доп. Қайда? Міне, мен саған доп. Мынау не? Доп. Бірінші біз үйретеміз балаға. Бізде мамандардың да қателігі, аналардың да қателігі не? Бүгін үйретеді, ертең сұрайды. Қазір үйретеді, сол бойда сұрайды. Айт дейді, сосын жынданады, ашуланады. Неге сен айтпайсың деп. Олай болмайды. Бала ол кішкентай ғой. Оның миы ақпаратты бір күнде, бірнеше күнде қабылдауға әлсіз. Егер олай қабылдайтын болса, күшті болатын еді. Күнде сатырлатып біз үйрететін едік. Бірақ баланың миы ондай емес. Баланың миы өте көп үйретуді талап етеді. Үйретуге болатын 15 зат. Доп, машина, қасық. Тек қана пока что осы заттарды ғана үйретіңіздерші, болды. Тек қана пока осы заттар ғана. Артық сөз айтпаймыз, қысқа нұсқаулықтармен. Машина, 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 сен басынан жүреді. Машина, сен ішіңнен жүреді. Машина, мына жермен жүреді. Ары қарай осылай түрлі 15 затты балаға меңгертетін боламыз. Зат атауларын ажырату. Бұл кезеңде бала бірнеше заттың арасынан дұрыс затты таңдайды.
Мысалы қандай? Екі затты қоямыз. Жаңа біз үйреттік қой. Оның алдына машинаны, допты үйреттік. Енді айтамыз. Доп бер. Бала алып допты беру керек. Машина бер. Яғни бала допты, машинаны екеуін бір-біріне ажыратып үйрену керек. Бұл өте маңызды кезең. Доп бер. Бер. Машина бер. Береді. Екі зат қою, доп, машина. Сұраймыз, допты көрсет. Бала дұрыс таңдаса, мақтаймыз, қателессе, көмектесеміз, қайта сұраймыз. Ажыратуға арналған ойындар. Допты тап, машина тап, қасықты тап, қуыршақ тап, кітапты тап. Иә, бірнеше екі заттар тұрады, сосын ары қарай қосамыз. Бұл бастапқы түсінік қалыптастырудың маңызды алгоритмі. Өте маңызды. Үй жағдайында күнде 15 минуттан, немесе 5-5 минуттан балаға 32 рет болсын, немесе одан да көп болсын, бір күнге сондай мақсат қоясыздар. Егер балаңызда ақпараттың бекітіліп, закрепляция етілгенін қаласаңыздар, сол нәрселерді жасау керек. Бір жыл, бір жарты жыл өзіңізге әдет қылып шыдаңыздаршы. Осы 21 күн бойы өздеріңізге жасап көріңіздер. Балаңызда болып жатқан өзгерістерді байқайсыздар. Біздер балаға тапсырмаларды мамандар беретін кезде, үйрететін кезде, біз бірден кірісіп кетпейміз. Біз ол баланы дисциплинаға үйретеміз, отыруға үйретеміз, атын қарауға үйретеміз. Сосын затты міне осы алгоритм, міне мына реттілік бойынша үйретеміз. Бірінші реакция: мен бармын, маған қара. Көзімізбен көрсетеміз, құлағымызбен көрсетеміз, әртүрлі имитациялар көрсетеміз. Атын қаратуға доптармен, түрлі жалқылдаған заттармен үйретеміз. Сосын имитация, сосын қайталауды үйретеміз. Сосын бағытталған сөзді, командаларды сосын барып үйретеміз. Пока тек қана қайталау, жаса. Осы орайда логаритмикалар қосылады қысқа-қысқа. Алақанмен соқ-соқ-соқ, аяқпенен топ-топ-топ деген секілді. Оларды практика жүзінде мен сіздерге көрсететін боламын. Сол кезде сіздерге түсінікті болады. Командаларды орындау, яғни балаға алып кел, бер, сал, қой, жина, шаш, төк деген командаларды үйретеміз. Зат атауларын сосын барып үйретеміз. Команда түсінбей тұрып зат атауларын үйретпейміз. Заттарды ажыратуды үйретеміз. Заттарды ажыратуды үйрету ол өте маңызды. Себебі бала тек қана допты доп деп жаттап алуы мүмкін. Көп заттардың ішінен кейбір балалар допты таба алмай қалуы мүмкін. Білетін затын ұмытып қалуы мүмкін. Сол себепті заттарды ажырату кезеңі бізде осы этапта болатын болады. Жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Практика жүзінде одан әрі сіздерге түсініктірек болады. Сол себепті үйге сіздерге берілген тапсырма осы ақпаратты жазып алу және сіздерге берілген 7 күндік бойынша қандай жаттығулар, тапсырмалар жасап жатырсыздар, соларды топқа жазу видеосын жіберіп көрсету. Практикасын ертең саламыз. Ертең қайталап сол практикаларды бірден жасап бастап кететін боласыздар. Және ертең балаға сөз, сөйлем құрау тақырыбында қалай үйретеміз, қалай бекітеміз, соны қарастыратын боламыз.